Мына биоакустикалық түзету әдісі арқылы мүлдем сөйлемейтін немесе ақыл ойы жетілмеген балаларды емдеуге болады. Ол үшін баланың басына датчиктер орнатылып, құлаққап кигізіледі. Осы кезде құрылғы арқылы компьютерге түседі де әуенге айналып, баланың құлағына жетеді. Яғни бала өз миының әуенін тыңдауға мүмкіндік алады. Благодаря этому происходит Нәтижесінде адам ағзасында өзін-өзі реттеу процесі жұмыс істеп, ми арқылы бала бойындағы кемшіліктері қалпына келе бастайды. Бір айдың ішінде ақ ем-шара оң әсер етеді. Жақсару белгілері анық байқалады. Науқас баланың түйсігі жетіліп, өзіне есеп беру қасиеті дамиды. Әрине, мұндай емдеу тәсілі логопедтің қосымша сабақтарымен қоса жүреді. Сонда ғана баланың сөздік қоры көбейіп, дұрыс сөйлеу, ойын толық жеткізу сияқты қабілеті қалыптасады. Дінмұхаммедтің 5 жасқа дейін тілі шықпапты. Дегенмен биоакустикалық түзету құрылғысына отырғанына 2 күн өткенде сөйлей бастаған. Ал Гүлжан 4 жасынан бастап әр сөз айтқан сайын тұтыға беріпті. Осы орталықта 5 ай емделген ол қазір анық сөйлейді. Бүгін 5-ші күн, нәтижесі өте тамаша. Біздің баламыз кішкене сөйлемейді. Қысқа сөздерді айтады, қалған көп сөздерді бір сөзбен бір сөйлем, бірге құрастырып сөйлем жасай алмаймыз. Бүгінгі таңға дейін өте тамаша. Азанда жаңағы ас ішетін болдық. Кішкене болсын әйтір сөйлемдерді кішкене маған керек, бер деген сөздерді қосып айтып жатырмыз. Енді бұлай жақсы келді. Біз өте ризамыз келгенімізге. Нәтижесі өте жақсы. Әлде келеміз біраз күн. Кішкене тұтықтанып сөйлейтін еді қызымыз. Аллаға шүкір қазір жақсы болып қалды. 5 айдан бері келіп тұрамыз. Нәтижесі жақсы, өте жақсы, өте тамаша. Мектепте отличник, жай-жай уже жазылып кетті. Алдын тұтықтанғанда қиналып сөйлейтін еді, қазір спокойный, нормальный адам сияқты сөйлейді. Биоакустикалық түзету әдісі аутизм және туабітті сал ауруына ұшыраған балалардың да сөйлеп кетуіне көмектеседі. Бірақ эпилепсиямен ауыратын балаға бұл әдісті қолдануға болмайды. Бұл жерде бала 20-25 минут тыңдайды, бұл жалпы процедураны. Негізі курстың ұзақтығы, бір курстың ұзақтығы 15 күн, бір курс 15 күн болады. Негізі база 3 курс өту керек, бірақ кейбір балаларда бір курстан кейін жаңағындай нәтижелер жақсы бола бастайды. Технология дамыған заманда тілдегі кез келген кемістікті қалпына келтіруге болатынын білдік. Сондықтан бала сөйлейтін жасқа келгенде сөздік қоры өте аз, әңгімесі түсініксіз болса, міндетті түрде логопед маманның көмегіне жүгінген дұрыс. Себебі тілдегі кемістік баланың ұялшақ, сенімсіз әрі тұйық болып өсуіне әкелуі мүмкін.